Петропавлда Қазақстан полициясы күніне және Динамо дене шынықтыру спорт қоғамының 90 жылдығына арналған салтанатты шара өтті. Оған облыс әкімі Ерік Сұлтанов, Олимпиада чемпионы Александр Винокуров пен Динамо спорт қоғамы орталық кеңес төрағасының бірінші орынбасары Асқар Омарқұлов қатысты. Шара барысында үздік тәртіп сақшылары марапатталып, бірқатар полицейге кезекті қызметтік шен табысталды. Сонымен қатар, бұл күні күш құрылымдар арасында өткізілген жазғы спартакиаданың жеңімпаздары жарияланды. Салтанатты шараға қатысқан Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Ерік Сұлтанов жиналғандарды Қазақстан полициясы күнімен және Динамо дене шынықтыру спорт қоғамының 90 жылдығымен құттықтап, тәртіп сақтау саласындағы елеулі жетістіктеріне тоқталды. Өмірін қоғамның тыныштығына сақтау, қылмыспен күресу сияқты аса жауапты саламен байланыстырған ішкі істер органдарының қызметкерлері үшін ерекше мереке. Біздің облыстық полицейлері қоғамдық тәртіпті сақтау, азаматтардың құқығын қорғау жолында аянбай еңбек етіп жатыр. Сондай-ақ, ішкі істер органдарының қызметкерлері қоғамдық өмірге де белсенді араласуда. Департамент бастығы Берік Біләловқа облыс әкімі атынан құрмет грамотасы мен Олимпиада комитетінің белгісі берілді. Ішкі істер органдарының дамуына елеулі үлес қосқаны үшін облыс әкімі Ерік Сұлтанов Қазақстан Республикасының ішкі істер департаментінің құрмет грамотасымен марапатталды. Қазақстан полициясы күніне орай қызметте қоғамдық тәртіпті күзету және қылмыспен күресуде жоғары жетістіктерге қол жеткізген 14 тәртіп сақшысы Қазақстан Республикасының ішкі істер министрі құқығымен марапатталды. Солардың бірі ішкі істер органдарында 20 жылдан астам қызмет етіп жүрген Бақыт Ақжолова кезекті полковник атағын алды. В 94 году алғашқы кіші лейтенант атағын 1994 жылы алған едім. Содан бері 21 жыл өтті. Қызмет әрине оңай емес, әсіресе отбасылық шаруаларды қатар алып жүретін әйел адам үшін қиын. Алайда әріптестер мен жақындарымның қолдауының арқасында бүгін осындай жетістікке жетіп отырмын. Барлық полицейлерді кәсіби мерекелерімен құттықтаймын. 14 полиция қызметкері облыс әкімінің атынан наградаларға ие болып, олардың 6-ауына құрмет грамоталары берілді. Бүгінгі күн бізге бәрімізге де өте ерекше күн. Барлық Солтүстік Қазақстан облысының ішкі істер бөлім полицияларын осы күнмен құттықтаймын. Біріншіден бүгінге әкім облысының атынан алғыс хатпен награждация етіп отырмыз. Сонымен қатар ішкі істер органдарындағы адал және мінсіз қызметі, жеке тәртіптілігі үшін 60-тан астам полицей департамент бастығының грамоталарымен және алғыс хаттармен марапатталды. Салтанатты шараға қызметкерлердің жақындары мен сала ардагерлері шақырылды. Соңғылары ізбасарлары мен кәсіби ақыл кеңестермен бөлісті. Оларға тілейтініміз өздері білімін өгіп, өзі қызмет істеген жерінде анық таза істеу керек қызметті. Ешқандай анамына жамандыққа кіріспеу керек. Сол себептен біздің жүргізетін жұмысымыз үлкендер. Соларға тәрбие ретінде біздің уақытымыз қалай болды, біз ешқандай онсыз жүрдік, тұрдық, Құдайға шүкір күн көрдік дейді ғой. Қазір де содан тартылыңдар, бастарың сақтаңдар. Дүние үшін қызықпаңдар деп айтатын ақылымыз сол, қызметтеріңді таза істеңдер деп. 90 жыл толғалы отырған Динамо спорт қоғамының тәрбиеленушілері арасында елге ғана емес, күллі әлемге танымал спортшылар аз емес. Ішкі істер органдарымен тығыз байланысымен отандық спорттың және динамолық қозғалысының дамуына елеулі үлес қосқаны үшін Асқар Омарқұлов пен Александр Винокуровқа құрмет грамоталары табысталды. Год 90-летия Динамо, поздравить всех. Динамо спорт қоғамының 90 жылдығымен Қазақстан полициясы күнімен құттықтаймын. Тәртіп сақшыларына қызметтерін абыроймен атқаруларын тілеймін. Күш құрылымдары арасындағы спартакиада жыл сайын ұйымдастырылып жатқандығы қуантады. Өйткені полиция қызметкерінің спортпен шұғылдануы өте маңызды. Бұл күні Динамо стадионында бір апта бұрын басталған күш құрылымдары арасындағы жазғы спартакиаданың ақтық жарыстары өтті. Полицейлер шағын футболдан, арқан тарту, самбодан өзара жарысты. Жеңімпаздарды Александр Винокуров, Роман Крич және тағы басқа озық спортшылар марапаттады. Облыс әкімі Ерік Сұлтанов спартакиаданың барлық 5 спорт түрінен өздерін мықты етіп көрсеткен командаларды кубок, грамота және бағалы сыйлықтармен марапаттады. Нәтижесінде бас жүлде Лада Грант автокөлігіне облыстық ішкі істер департаментінің командасы ие болды.
Ішкі істер органдары қызметкері мамандығын насихаттау мен полицейдің беделін арттыру мақсатында сәуір мен маусым айлары аралығында мектеп оқушылары арасында «Менің қазақстандық полициям» атты шығармалар байқау өткізілді. Тәртіп сақшыларының кәсіби мерекесі қарсаңында байқау жеңімпаздары грамоталармен марапатталды. Полиция қызметкерлерінің балалары құраған вокалды топ сахна төрінен өнер көрсетіп, ата-аналарын кәсіби мерекелерімен құттықтады. Полиция генерал-майоры Берік Сұлтанғазыұлы Біләловке ата-аналарды құттықтаймын. Кішкентай бүлдіршіндер үшін Динамо стадионының тас жолында суреттер байқауы ұйымдастырылса, өзгелері өңірдің шығармашылық топтарының концертін тамашалай алды. Әсел Оразбаева, Азамат Жантурин, ақпарат.